Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет, дәл осындай карамельный пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған контентімді тамашалайтын боласыздар. Алдыменен пирогты дайындау үшін біз карамельный пирогымыздың нанын дайындап аламыз, яғни қамырын дайындаймыз. Қамырын дайындау үшін бізге 300 граммдай ұн, 150 граммдай сары май, 60 граммдай құмшекер, 1 дана жұмыртқа және 8 грамм қопсытқыш қажет болады. Құмшекерімізді, қопсытқышымызды 300 граммдай ұнға салып араластырып аламыз. Одан кейін 150 граммдай сары майымызды алып, осылайша теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізуге жеңіл болсын деп, ұнымызды теркаға жағып отырып, осылай үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін жақсылап өстіп, крошка жасап, осылай ұсақтап аламыз. Ұнымызды дайындап болғаннан кейін, бетіне бір жұмыртқамызды жарып салып, осылай жақсылап араластырамыз. Сөйтіп, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығуы қажет. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді оны салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді карамельный пирогымыздың ортасына құятын салмасын, яғни начинкасын дайындап аламыз. Начинкасын дайындау үшін бізге жұмыртқа, құмшекер, вареная сгущенка, сметана, ванилин және картофельный крахмал қажет болады. Алдыменен 3 жұмыртқамызды ыдысқа жарып салып, оның үстіне 70 граммдай құмшекерімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін вареная сгущенкамыздың бір банкасын осында құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 20% сметананың барлығын қосамыз. 500 граммдай сметананы қостым. Бүгін мен карамельный пирогымдағы ортасындағы салмасының молдау болғанын қалап жатырмын. Сол үшін де барлығының мөлшерін көбейтіп қостым. Мінекей біздің начинкамызда дайын болып қалды. Енді жарты шай қасықтай ванилин, сосын 2 ас қасықты толтырып, картофельный крахмалын қосып, осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп, дайын болған начинкамызды бір шетіне қойып қоямыз. Алдағы уақытта бізге қажет болады. Енді арнайы төсейтін қағазын төсеп ыдысымызға. Одан кейін қамырымызды алып, үлкен бөлігін ортасына қойып, осылай әдемілеп қамырымызды дөңгелектеп ортасына қойып аламыз да. Енді жаймалаймыз. Оқтауменен жайып, солай салса да болады, немесе қолменен, қолдың саусақтың көмегіменен осылай отырып, жаймалап, осылай табағымызға қамырымызды осылай қойып шықсақ та болады. Мына жиектеріне жаңа кішкентай бөлігінен алып, мына жиектерін жоғарғы жағына дейін жеткізіп, осылай барлық жеріне қамырды қойып шығамыз. Жиектерін биік қылып қойып шықтым, өйткені менің бүгінгі осы қамырдың үстіне құятын начинкам өте көп. Сондықтан да қамырын биік қылып жасадым. Енді начинкамызды үстіне құямыз. Мінекей қамырға кішкене жетпей тұрады. Осылай қылып жасаймыз. Мінекей дайындап болдық. Енді осы дайын болған
пирогымызды пешке қоямыз. Алдын ала қыздырылған пешке қойдым. 160 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей менің карамельный пирогым дайын болды. Қараңыздаршы қандай әдемі. Ыдысынан ажыратып алу үшін осылай шет-шетін пышақпенен кішкене осылай жасаймыз да, сосын шешіп аламыз, сыртындағы қабын шешіп аламыз ыдыстың. Мінекей пирогымыз өте әдемі, керемет болып піскен. Наны күйген жоқ, сап-сары болып, әдемі болып пісті. Піскеннен кейін суытып холодильникке салып қойғанмын. Осындай әдемі болып дайын болды. Енді дайын болған пирогымызды таңғы шайға қойып, пирогпенен шай ішкелі жатырмыз. Мінекей кесіп көрсетіп жатырмын. Өте биік, әдемі болып шықты. Пирогымыздың начинкасының осындай қалың, биік болғанын жақсы көремін. Өзіме сондай ұнайды, сондықтан да өстіп начинкасын көптеу құйдым. Өте биік, сүйкімді, әдемі болып шықты. Әдемілігінен бұрын өте дәмді. Карамельный пирог десе, карамельный пирог екен. Дәмі тура карамельный болып шығады. Дәмі ерекше. Сметанниктердің де дәмі басқаша болады ғой. Ал бұл пирогтың дәмі тура карамельный болып шығады. Өте дәмді. Мінекей қараңыздаршы. Дәмін көрейік. Өте керемет, ауызда ериді. Дәмі аузыңнан кетпейді. Егер сіздерге менің бүгінгі жасаған осы пирогым ұнап жатса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.